Қойым көпесі қауым сүймен бірге мен Макс пацан қылдыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Пацаны бүгін мен деген 10-ке 35 сұрақ қойған едім. Сол 35 сұрақтың бәріне жауап берген еді. Ал мен жай ғана ойнай беремін өзімнің каткымда, ал сіз тыңдап отыра беріңіз. Ал енді көп сөйлемей өзіміздің каткымызды бастаймыз. Кеттік. Go day. Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен 17 бүгінгі видеода достар, көріп отқандарыңыздай Макс деген топ ютубер және мен роднойым, менен 35 бақанды 35 сұрақ алатын болады. Достар, мен барлығына жауап беруге дайынмын. Ал видеоға кеттік, let's go. Менің шын атым онталап, фамилиямды айта алмаймын. Менің жылым 2005. Жасым 15-те. Туған жылын дегенге жаңа айтып кеттім. Туған күнім қашан дейді, туған күнім 22 сәуір. Руым қандай? Руым менің қожа, яғни қожаның қарасымын. Қай қалада тұрасың дейді, яғни жетінші сұрағы. Мен қазір негізімен достар, Ембі Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласында туылғам. Қазір оқытқан жерім Шалқар. Хоббиің қандай дейді? Хоббиім видео түсіру, кітап оқу және Майнкрафт ойнау. Ең ұнататын тамағым дейді. Ең ұнататын тамағым ол рожки және де манты. Және он МКП қалай жылы келдім дейді. Негізімен достар, МКП-ге 2017 жылдан бері келатырмын. Достар, ол кезде мен басқа каналдармен, ал МКП-ге қазір мені ончик деген ниетпен мен яғни уже бір ай деп болмай, бір жыл оқып қалды, 2019 жылы келдім. Достар, 11-ші сұрағы, яғни сол кезде қай МКП-ші ұнады дейді. Маған ол кезде, яғни өте керемет МКП-ші, ол Шелзи ұнады. Яғни 2017 мен 2018 аралығында, ал қазір 2020-да маған Каспимирдің балдары ұнайды. Видеолар база жоқ, жақсы түреді. И сосын Каспимирден тыс, яғни маған ана МКП-ші атығым бір Сней деген ютубер ұнайды, сосын Руфинка, Милашка, видеолар өте керемет, маған сол видеолар ұнайды. 12-ші сұрағы, яғни шағдан келген МКП-шілерге айтарым дейді. Егер достар, МКП-ге ғана келіп жатсаңдар, достар, сендер ешқашан керілмендер. МКП-ге яғни бір жолға таңдап келдіңдер ма? До конца барыңдар, до конца, просто до конца. Достар, яғни Макстың уже 13-ші сұрағы, яғни алдағы пландарым дейді. Алла бұйырса, енді Алла бұйырса сөйлейін. Алла бұйырса мен алдағы уақытта 2 подписчикке етіп конкурс жасап, там ютуберка алып, любой серверді. Сөйтіп МКП-нің атын, қазақ МКП-нің атын шығарғым келеді. 14-ші сұрағы, МКП дамый ма, өз ойын дейді. Енді процентті алатын болсам, МКП 40% дамуы мүмкін. Алдағы уақытта бұл менің ойым. Және де комментарияға жазып, керек емес, ойбай, ойыншық, өтірік айтпа, МКП дамай, үйтпейді, сенің 45 емес, анау-мынау деген әңгімелер керек емес. Бұл менің жай ғана мой чистое мнение. 15-ші сұрақ, МКП-ның активін не құлады дейді. Осы бұл сұраққа дұрыс түсінбедім. Сосын, 16-ші сұрағы, яғни ончик кедоктардан қадалған кезім болмайды. Мен осы ончик деген ютубқа келгеннен бері бір-екі адамға ғана қадалдым. Там бір дизайнер Амир Героев деген соған қадалып қалдым. 150 ма 100 теңге ма бердім. И ол превью жасамай мен тестаға тықпыстады. И сосын біреуге қадалып қалдым, но білмеймін. Но қазір ешкімге қадалмаймын. 17-ші сұрақ, МКП-ге дейін қазір қанша осы МКП-ге дейін қанша теңге таптым дейді. Кемімен бір барлығын қосқанда 15 мың 20 мыңдай таптым. 18-ші сұрағы, пиардан аптасына қанша табасыз дейді. Егер аптасына пиар алатын болса, бір пиар сообщество барлығын қосатын болсам, бір 900 мың теңгеден табам аптасына. 19-ші сұрағы, орыс МКП туралы өз ойын дейді. Просто мен орыс МКП туралы ешқандай ойым жоқ, жаман ойым да жоқ. Жақсы ойым, яғни орыс МКП қазір жақсы дамып жатыр. Орыс МКП-де деген ешкімге жаман ойым жоқ. Барлығы красавчик пацандар, барлығы да МКП дамыту үшін жүрген пацандар. Макстың уже 20-ші сұрағы, қыз ұнатқан кезім болды ма дейді. Қыз ұнатқан кезім болды.
11-ші сұрағы, яғни үйдегілер қалай еркелетеді дейді. Үйдегілер мені көбінесе оқа деп еркелетеді. Ай біле. Макстың 22-ші сұрағы уже ончик деген никті қалай ойлап таптым дейді. Ончик деген никті мен, мен ончик деген никті, үй жақта көбісі мені ончик деп атай бергеннен кейін, мен сосын каналға келген кезде, давай ончик деп қоя салайын. Өзіме де жағымды естілді. Макстың 23-ші сұрағы, бойым неше сантиметр еді? Бойым 161 немесе 165 аралығында. Соңғы есептеген сондай болды. Мен салмағым 24-ші сұрағы, яғни салмағым дейді. Мен салмағым соңғы есептеген кезде 44-45 болды. 25-ші сұрағы, спорт жақсы көресің бе? Әрине футбол жақсы көрем, боксты жақсы көрем, сосын күресті жақсы көрем, я. Достар, яғни уже Макстың нешінші 26-ші сұрағы, яғни бір затты ұрлаған кезім болды ма дейді. Болды. Қонақта үлкенде тұрған кезде шеттен шығып компьютер ұрлаған кезім бар. Достар, 27-ші сұрағы, яғни мектеп кезінде апайға боқтаған кезім болды ма дейді. Жоқ, достар, никак мен апайға боқтап көрген емеспін деп бұлай алмайды. 28-ші сұрағы, МКП-де не мақсатта жүрсің дейді. Сол МКП-ні дамытып, балдарды тартып, жақсы балдарды. Достар, енді Макстың 30-ші сұрағы, яғни өзіне ұнайтын дизайнерін дейді. Қазіргі жақсы превьюлар әдемі, яғни Мәулет, яғни Кинг, сосын Ақжол жақсы жасайды. Сосын кім жақсы жасайды? Болды, осы екеуі. Достар, уже Макстың 31-ші сұрағы, екеуміз қанша ай араласып жүрміз дейді. Яғни бұл енді өзіне маңызды. Уже мен достар Макспен араласқанымда, уже мен кәсібімеле гильдия ашып отқан кезде Макс маған жазады, типа. Негізі оның алдында да Макс маған сообщество алам, ончик пиар алам деп жазып жүрген бала. Содан екеуміз дос болып, одан кейін родной болып, енді бауырдай болып кеттік қазір. Шыны керек болса, я. Достар, яғни Макстың уже 32-ші сұрағына келіп қалыппыз. МКП-де бөлек қандай ойындар ойнайсың дейді. Яғни мен МКП-ден бөлек Sequars деген ойын ойнаймын. Но достар, мегабайт жоқ кезде ойнаймын, я. Достар, енді Макстың 30-ші сұрағы, саған ұнайтын олды ойын дейді. Ол маған Murder Mystery и Skyblock деген ойын ұнайды. Достар, енді Макстың 34-ші сұрағы, мен туралы өз ойын дейді. Енді Макс туралы мен жаман ойым жоқ, вообще жоқ. Достар, Макс деген красавчик пацан ғой, просто 3000 подписчиктен айлық болғаннан кейін ол еще МКП-ге тағы келіп, жақсы тырысып, жақсы видео түсіруге тырысып жүр. Просто Максқа деген достар сөз жоқ, красавчик пацан. Тілге істеп кетпесін. Андасында боқтайтын болмаса, былай красавчик пацан. Достар, Макстың ең соңғы сұрағы, яғни 35-ші сұрағы, МКП-ні ұнатасың ба дейді. Yes, I love you, KZ МКП. Достар, міне сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Енді достар, міндетті түрде лайктарыңызды басып, Макстың арнасына тіркеп кетулерін сұраймын. Уже Максқа 180 подписчик болды. Енді достар, давайте Максқа 17 подписчик добивать етіп, сонда достар, Макс 200 подписчик етеді и красавчик пацан болады. Давайте достар, сендермен бірге мен ончик, давайте. Мінекей пацаны, ончик 35 сұраққа жауап берген еді, және де ончик айтқандай менің каналымға 200 подписчик жеткізіп беріңіздерші, пацаны. Мен 200 подписчик менің арманым. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал енді сіздермен болған мен Макс, алдағы видеода көріскенше. Пока-пока, чау. Давайте.